Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 8-ші сабақ туған өлке гүлдері тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: мына пікірге мән бер. Осы пікірдің дұрыстығын дәлелде. Туған өлкем гүлдеріме көрікті. Өйткені гүлдер әдемі, гүлдер таза ауа береді, гүлдер хош иісті. Балалар, осы гүлдермен біздің туған өлкеміз көріктене түседі екен. Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Екінші тапсырма: өлеңді тыңда, сен де мәнерлеп оқуға жаттық. Гүлдер. Гүлдер, гүлдер, көп гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер. Жайнар кезім келді деп, қанаттарың желбіреп, таңмен бірге оянып, күн нұрына боянып, көрік бердің далаға. Гүлдер, гүлдер не түрлі, құлпырды да жетілді, барлық дала өрттеніп, бара жатқан секілді. Өрт дегенім гүл екен, отқа ұқсап тұр екен, лүпіл қағып жүрегім, үзіп алдым біреуін, сыйлайын деп анама. Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Сол тұрғаның ұнайды, құлпырғаның ұнайды, ұқсап сәби балаға. Балалар, бұл өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Тұманбай Молдағалиев ақын, аудармашы. Ол 1935 жылы дүниеге келіп, 2011 жылы дүниеден озған. Тұманбай Молдағалиев Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жарсу ауылында туған. Балаларға арналған жаңа дәптер және тағы басқа өлең жинақтары бар. Халық арасында кең тараған құстар қайтып барады, шақырады көктем әндерінің сөзін жазған. Төртінші тапсырма: өлеңнен гүлдерге қатысты көркем бейнелі сөздерді тап. Оларды қолдана отырып, өлеңнің қысқаша мазмұнын айт. Гүлдер, гүлдер, көп гүлдер, қызыл көк гүлдер, көріктісің бәріңде. Гүлдер, гүлдер, көк гүлдер, құлпырады, жетіледі. Гүлдер, гүлдер, қызыл шоқ гүлдер, ырғалып, нұрланып тұршы, сенің құлпырғаның ұнайды. Бір нәрсенің айрықша сипатын анықтау үшін оны көркейтіп, айқындайтын бейнелі сөз қосылады. Бұл көркем сөз эпитет деп аталады. Бесінші тапсырма: анаңа, ұстазыңа және досыңа сыйлайтын гүлдеріңе көркем бейнелі сөздердің көмегімен сипаттама жаз. Олай болса балалар, бірінші гүлге біз қызғылт раушан гүлі деп жазсақ болады. Екінші гүлге нәзік, ашық түсті қоңырау гүлі десек болады. Ал үшіншіге қою қызғылт түсті қызғалдақ гүлі деп жазсақ болады екен. Келесі тапсырма: гүл туралы 5 жол өлең құрастыр. Бірінші жол тек бір сөзбен беріледі, яғни зат есім. Балалар, зат есім болу керек. Оған біз өсімдік және де гүл деп алдық. 2 өлең құрастырдық. Екінші жол тақырыпты 2 сөзбен сипаттау, яғни бұл сын есім болу керек. Әдемі, көрікті, хош иісті, әдемі деп алдық. Үшінші жол тақырыпқа қатысты 3 қимыл атауын жазу, яғни етістік болу керек. Бұл өседі, әдемілік сыйлайды, көңіл күй көтереді дедік бірінші өлеңде, ал екінші өлеңде жайнайды, ырғалады, құлпырады деп жаздық. Төртінші жол сезімді білдіретін 4 сөзден тұратын бір сөйлем. Гүлдер жақсы көңіл күй сыйлайды дедік бірінші өлеңде, екінші өлеңде раушан гүлі маған ұнайды дедік. Бесінші жол тақырыппен мәндес бір сөз, яғни синоним болу керек. Оған біз нәзіктік және де көрікті деп алдық. Балалар, біз осы тапсырмаға 2 өлең арнап шығардық. Өздеріңіз қалауын жазарсыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.